Масқара болдым ғой, енді не істеймін? Маған не қылдайсың? Үйленеміз деген қайда сонда? Мен саған сендім ғой, Ринат. Өзіңнен көр. Болды, енді маған телефон соқпа. Ринат, жан, тастамашы мені. Мен... Шынымды айтайын ба? Мен басқа қызды ұнатып қалдым. Енді мені іздеме. Ассалаумағалейкум ағайын. Телехикаяларда ғана емес, күнделікті өмірде де осы тәріздес оқиғалар жиі кездеседі. Сол баяғы шалысқа адам, өкінген қыз, опасыз жігіт. Іс насырға шапқаннан кейінгі жағдай осы. Әдетте қызға 40 үйден тыйым деп көбінесе қыз баланы қатал ұстаймыз. Тек соған ғана көп талап қоямыз. Бірақ қыз үйде болғанымен қылығы түзде демекші, бой жетіп келе жатқан қызға сыртқы орта мен жанындағы құрбы құрдастарының тигізер ықпалы көп. Әрине, жастың тілегі бір, жібектің түйіні бір. Отау көтерер жасқа жеткенде олардың бір-біріне көз салуы, сөз салуы заңды. Дегенмен, мәпелеп өсірген қызыңыздың жігітпен байланысы қалай болу керек? Ендеше бүгін біз қыз баланың тәрбиесі жайлы сөз етеміз. Әйтеуір 5-ке келетін ғой. Қыздар, сәлем. Сәлем. Қалдарың қалай? Айсұлу, сенімен жеке сөйлессем бола ма? Айсұлу, мен саған бірдеңе айтайын деп едім. Иә, Ринат, айта бер. Сені кездесуге шақырсам бола ма? Кездесуге? Жайшылық бар? Енді жайшылық болғанда қыз бен жігіт не үшін кездеседі? Сенімен жақынырақ танысып, білісіп дегендей. Енді ол үшін жеке кездесіп не керек? Осында жүрміз ғой күнде. Жоқ, сен мені түсінбедің, Айсұлу. Енді сенімен біраз қыдырып, сырласып дегендей. Әлде сен ешқашан жігітпен кездесіп көрмеп пе? Бұл да бүгінгі жастарға тән жағдай. Жігіт қызды кездесуге шақырады. Айлы түн, әдемі музыка, романтикалық кеш. Бірақ мұндай кештің соңы өкінішке ұрындырып жатуы да әбден мүмкін. Мәселен, екі түрлі жағдайды саралап көрелік. Айсұлу, саған бірдеңе айтайын деп едім. Кешке кездесуге шақырсам қалай қарайсың? Кездесуге? Иә, енді бұлай жақынырақ танысып, білісіп дегендей. Қашан? Бүгін кешке. Мен сені алып кетемезім. Айсұлу, жарай ма? Айлы түн, музыка, романтикалық кеш, бәрі керемет болады, уайымдама. Жарайды. Міне бұл өте асығыс шешім. Сіз бәлкім кездесіп қыдырып қайтқанда тұрған не бар дерсіз. Осындайда Қадыр ақынның арзан сезім кергенге, абай бол әсте көкемай, екеу боп шығып серуенге, үшеу боп қайту, опаңай деген өлең жолдары еске түседі. Оның үстіне ұсынысқа бұлайша бірден келісе салу қыздың бағасын түсіріп, жігіттің ары қарайғы жауапсыз әрекетіне жол ашады. Ендеше екінші жауапты көрелік. Айсұлу, саған бірдеңе айтайын деп едім. Иә, айта бер, Ринат. Сені кездесуге шақырсам қалай қарайсың? Кездесуге? Иә, жақынырақ танысып, білісіп дегендей. Жаспыз ғой. Махаббат, романтика. Жоқ, ренжіме, Ринат, мен уақытым жоқ. Бұл жеңіл-желпі қарым-қатынастан бойын аулақ ұстайтын, ар-намысы жоғары қыздың жауабы. Расында қызға деген сезімі шынайы, ниеті дұрыс жігіт өзін басқаша ұстайды. Айсұлу, сәлем. Сәлем, Ринат. Айсұлу, сенімен сөйлесейін деп едім. Сен бірақ дұрыссыншы, мен Айсұлу, мен сенімен оңаша кездесім келеді, жақынырақ танысым келеді. Бірақ артық айтсам, кешір, сен маған... Жоқ, Ринат. Сен алдымен мен ағаммен таныс. Әкем мен ағам рұқсатсыз мен ешқайда шыға алмаймын. Ренжіме. Әдетте көңіл білдірген жігітке көп қыздар бұлай деп айта бермеуі мүмкін. Негізінде шынайы таза қарым-қатынас осылай түзіледі. Қазақи дәстүр бойынша жігіт қызға жеңгесі арқылы сөз салатын. Өйткені қазақ қызының қадірі қашанда жоғары болған. Жауапкершілік үшін. Егер жігіт қызды шын жақсы көрсе, оның тағдырына жауапкершілікпен қарау керек. Иә, солай.
Танысып көңіл жарастырған сәттен бастап неке қиылғанға дейінгі жауапкершілік жігіттің мойнында болуы тиіс. Бір-бірімен жақынырақ білісу үшін ең әуелі дос ретінде араласып құраласу қажет те шығар. Алайда жылдар бойы бірге жүріп тұрып, тұрмыс құрғандардың арасында да кейін ажырасып кететіндері көп. Өйткені қыз бен жігіттің бір-бірін толық зерттеп білуі мүмкін емес. Жоқ, таныстық білістік жақсы, бірақ бұл кезең қыздың туыстарының бақылауында болған жөн. Әдетте жігіт қызға сөз салады, сосын жастық желікпен қателікке ұрынып, ақыр соңында оның зардабын қыз бала тартып жатады. Үйленеміз деген қайда сонда? Мен саған сендім ғой, Ринат. Өзіңнен көр. Болды, енді маған телефон соқпа. Ринат, жан, тастамашы мені. Мен... Апам. Сізбен сөйлесейін деп едім. Не болып қалды? Бір нәрсе айтайын дегем. Сипақтамай айтшы, енді етім деп бара жатыр. Апа, мен... Әлгі әкең қайда жүр екен, жұмыстан шығатын уақыты болды ғой. Не болды, бірдеңе айтам деп едің ғой? Ештеңе. Міне бар кілтипан осыдан басталады. Кейбір аналар қызымен шешіліп сөйлеспейді. Қарны тоқ, киімі бүтін болса болды. Басқа мұқтаждығы жоқ деп ойлайды. Ал ойындағысын анасын айта алмаған қыз міндетті түрде көшеден сырласыз дейді. Ұлды әке емес кафе, қызды шеше емес көше тәрбиелесе, оның салдары тек қана өкініш көріндірады. Ал одан кейін Бәрімізді жерге қараттың. Сені кімнен кем қылдық? Оқимын дедің, оқуға түсірдік. Ештеңеден тарықтырмадық қой. бұлай байбалам салғаннан пайда жоқ. Дер кезінде қызымызбен сырлас дос бола алмай жатамыз. Оның ішкі дүниесіне үңілмеу, болашағына немқұрайлы қарау деген сөз. Бұл ата-ананың қателігі. Абайсызда шоқ басып, опық жейтін қыздарға ананың мейірімі, әкенің қамқорлығы жетіспеген сезіледі. Осының кесірінен небір өкінішті жайттар болып жатады. Мұндай жан түршігерлік оқиғаларды күнделікті жаңалықтардан жиі естейміз. Осындайда қазақтың қызға 40 үйден тыйым деген тағылымды сөзі ой қоралады. Бұл оның төбесіне әңгіртаяқ ойнатып, адымын аштырмай қою деген сөз емес. Керісінше бір үйдің қызын 40 үй болып қадірлеу, әр үй сол қызды өз қызындай көріп, аялап, бағалауы, тілектес болуы дегенді білдірсе керек. Алда жалда қыз қия басып, бақытсыздыққа душар болса, кесірі күллі елге тиеді. Бүтін бір әулетке, тіпті ұлтқа ұят келеді. Саламатсыз ба? Жалақысы жақсы жұмыс деп жарнамалапсыз. Парақшаңыздан көрдім. Саламатсыз ба? Жалақысы өте жақсы. Тіпті апта сайын шетелге сапары тағы бар. Жеке куәлігіңізбен маған келіңіз. Сіз сияқты жас қыздар керек бізге. Мекен-жайды өзім айтам. Баяғыда қызым үйде, қылығы түзде дейтінбіз. Қазір түрлендіріп айтсақ, қызымыз үйде, қылығы интернетте. Иә, қасыңызда отырып ақ қызыңыз ғаламтор арқылы жат біреудің ықпалында кетуі әбден мүмкін. Ендеше қызыңыздың кіммен дос екеніне, нені қызықтап, неге құмартып жүргеніне назар аударыңыз. Апа, мына бір шүберекті алайыншы? Оны қайтесің алтыным? Қуршағыма көйлек тігем. Әйтпесе мынадан басқа көйлегі жоқ. Ала ғой жарығым. Айтпақшы, қалай тікпексің оны? Кел бері отыршы, екеулік тігейік. Қыздың осылай қуыршақ ойнаған дұрыс. Қажет болса анасы, әпкесі, әжесі қосылып ойнасын. Алайда қуыршақты таңдағанда да талғам керек. Шашы сары, көзі көк барбилерде емес, балаға лайық сәби келбетісін алған жөн. Сондай-ақ бүгінгі мультфильмдерді абайлап сүзгіден өткізіп көрсету керек. Неге десеңіз, қазіргі анимациялық фильмдердің кейбіріндегі диалогтар, іс-әрекеттер бала түгіл үлкендердің өзіне түсініксіз.
міне болды. Шашыңды осылай жинап жүр қызым. Ой, апа, үнемі тас қып өріп тастайсыз. Үлкен болдым ғой, құрбыларым күледі маған. Үлкен болдым ғой дейсің бе? Маған сен қашан да кішкентайсың. Есеуге асықпаш. Оның үстінде көйлегің қысқа. Ана әкең әперген көйлекті кисеңші. Ол саған сонда жарасады. Я, есті қыз етегін жауып жүреді. Міне дәл солай. Ақылдым менің. Қыз лезде бой жетеді. Кеше ғана тұлымшағы желбіреп, құлдыраңдап жүрген бүлдіршіннің қалайша бой түзеп, айна алдында бетін әрлеп отырғанын сезбей қаласыз. Сондықтан қыз тәрбиесін ерте бастан қолға алу керек. Етегін қымтап отыруды, қатты сөйлеп, айғайлап күлмеуді, жинақы жүріп тұруды, тіпті ас ішудің әдебінде қызға ертерек ескерте берген абзал. Бұл ешқандай да психологиялық қысым емес. Қайта оның инабатты, нәзік әрі қылықты болып бой жетуіне себін тигізеді. Өскенде өзі түсінеді деп еркіне жіберуге болмайды. Әйтпесе, бәрі кеш болуы мүмкін. Қамырының ортасын емес, екі шетін жай. Ортасын ұзақ шығарады. Оны азырақ сеп. Ой, апа, қамырды сіз сияқты жай алмайтын шығармын ешқашан. Үйренесің ғой. Ертең тұрмысқа шыққан соң алдымен енең, сосын абысындарың сынайды. Үй тірлігіне епсіз болсаң, екеумізге де сөз келеді. Оның үстіне ер адамның жүрегіне жол табу үшін тағамды дәмді пісіру керек. Асыге оны кім үйретті, апа? Мен де анамнан үйренгем. Нағашы әжең марқұм атаңды жақсы күтетін. Әкем шешемнен басқа ешкімнің шайын ұнатпай отырушы еді. Балапан ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі. Адамның қалыптасуы отбасындағы тәрбиеден. Егер нақты өнеге көрмесе, құр сөзден пайда жоқ. Мәселен, отбасында әйел отағасын сыйлап тұрса, оны көріп өскен қыз күйеуін құрметтейтін болады. Қонақ күту, елге оғаш мінез көрсетпеу, үйді таза ұстау, дәмі тіл үйрер, ас даярлау, іс тігу қыз бала мұның бәрін анасынан үйренеді. Анасын көріп қызын ал деген сөз содан қалған. Әке, болды. Қалай жүрсеңіз де жеңіліп тұрсыз. Ертеңнен бастап коньки тебуді үйретесіз. Солай келіскенбіз. Ұстаздан шәкірт тазар деген. Жарығым ау. Конькиден құлап қалып бір жерімді ауыртып аласың ба деп қорқам ғой. Сіз бар сол, құлатпайсыз. Жарайды. Жеңілгенді мойындаймын. Жеңілгенді мойындауда ерлік солай ма? Дәл солай ақылым менің. Сенің жеңісіңді ананың шайымен атап өтейік. Майра, шайың дайын ба? Біз келе жатырмыз. Әке отбасының айбыны, асқар тауы. Ер адам бала тәрбиесінің бар жүгін әйелге артып қоймай, өзі де қызымен сырласып, жиі сөйлесіп тұрса, қыз бала қателік көрінбайды. Әкеге еркелеп, онымен ашық жарқын сырласып өскен қыз күйеуінің көңілін табатын сүйікті жар бола алады. Әке мейірімін көрген қыз кім көрінгеннің құшағына құлай салмайды. Еркек атаулымен қарым-қатынаса тым кірпияз, талғампаз келеді. Өйткені ол өзіне назар түскен азаматтан әкесінің мінезін іздейді. Әкенің нәзік қарым-қатынасын күтеді. Сөз басындағы мысалға қайта оралсақ. Масқара болдым ғой, енді не істеймін? Маған не қыл дейсің? Үйленеміз деген қайда сонда? Мен саған сендім ғой, Ринат. Егер бұл қыздың отбасынан көрген үлкен өгесі дұрыс болғанда, бәлкім тағдыры басқаша болар ма еді. Ең жанашыры анасы қызын құрта бермей, дұрыс тәрбиелесе, арқа сүйер әкесі шешесі біледі деп, немқұрайлық танытпай, еркелетіп, мейіріміне бөлесе, әр қадамын қадағалап, бақылауда ұстаса, қыз шалыспас па еді. Қазақы салтпен жөн жосық, жоралғымен ұзатылар ма еді. Алла қаласа екеуміз нәрестелі боламыз. Шынымен еме? Не айтарымды да білмейдім. Тіптен бірдеңе жейсің бе сен? Қалағанды алып берейін, не жейсің? Жемеймін. Алло, апау, қалыңыз қалай? Сізге жақсы жаңалығым бар. Бұйыртса немерелі боласыз. Ата-ана үшін ұлың жақсы, қызың жақсы деген сөзден артық баға жоқ. Бұл тіпті адамның мерейін өсірер жайт. Сондықтан әр ата-ана бала тәрбиесіне аса мән берген абзал. Әсіресе қыз баланың бүгіні мен болашағына салғырт қарауға болмайды. Өйткені қыз ана, қыз ұлт келешегі.